Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер, достар. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ал бисмиллах деп суымызды құйып алатын боламыз. Суымыз бізде ыстық, жылы су болу керек. Үстінен сүтімізді құямыз. Бір ас қасық ас тұзын, одан кейін қантымызды саламыз, дрожжамызды салып, жақсылап сұйықтығымызды араластырып алатын боламыз. Жақсылап араласқан сұйықтыққа сұйық майымызды құйып, ситадан өтілген ұнымызды бөліп салып, осылай бірінші қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Достар, бірден салып жермеңіздер, бірден салып жерсеңіздер, қамырларыңыз қатып қалатын болады. Сол үшін осылайынан бөліп салып, қамырымызды жақсылап илеп алатын боламыз. Қолымызға жабысады, қорықпаңыздар. Ол қатты илегеннен кейін, бір-екі рет қайтарғаннан кейін, әп-әдемі осындай қамыр шығатын болады. Ал 2 сағатқа жіберейік. Ашығаннан кейін жұмыс жасайтын боламыз. Ал мінекей, ашыған қамырымыз дайын. Ұнымызды сеуіп алатын боламыз. Қамырымыз жабысып қалмау үшін осылайынан қамырымызды тастап, бетінен жаймен баса отырып, қамырымызды жайып алатын боламыз. Достар, жұқа болып кетпесін, жұқа болса қатып қалатын болады біздің бауырсақтарымыз. Сол үшін осындай жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып алыңыздар. Ал біздің бауырсағымызды пісіріп бастаймыз. Осылайынан қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, жақсылап екі жағын бірдей қылып, қып-қызыл қылып қуырып алатын боламыз. Достар, барлығын описание бөліміне жазып кеттім. Сол жақтан қарап, сұрақтарыңыз болса, қоя кетіңіздер, мен жауап беретін боламын сіздерге. Осылайынан екі бетін қып-қызыл қылып пісіріп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қайтадан бір тіркеліп кетіңіздер. Сонда менде шыққан жаңа видеоларды сіздер бірінші көретін боласыздар. Екі бетін араластырып отырып пісірсеңіздер, өте тамаша болады. Піскен бауырсақтарымыздың барлығын алып, тарелкемізге салып қоятын боламыз. Қып-қызыл әп-әдемі мамықтай болған бауырсақтарымыз дайын болды бізде. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Менің арнама қош келдіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.